былтыр акча бөлүндү, апрелде баштайбыз деп көпүрдү. Ал эми сол акча кайда кетти? Мына эмнеге баштамай жатыр ошол жакка дейм. Муз катып баштайт, машиналар биринен кийин бири кете баштайт суунун астында. 1 грамм жүрө албайсың, жолдан мүмкүн эмес. 4-5 жылда жол ошол көпүр болот деп ойламайм. Эми жок дегенде осы паром жүрүп турса осы жакшы болот дейм. Осы көпір салынса, мына халық үшін Шіркін-ай, соны біреу бастап жатса ғой деп бәрі армандайды. Қайда барасың? Жоқ десе. Бұқтырма Қазақстандағы ең үлкен су қоймасы. Су айдынында көпір жоқ. Жергілікті халық өзге қалаларға бару үшін Бұқтырманы айналып өтуге немесе ескі пароммен қатынауға мәжбүр. Міне енді аварияның біздің ненің бәрі осыдан пайда болды ғой. Аны елде халықтар кетқан бір жерге барайық, атсық кетеді. Бәр шамасымен айдайды, паром болу керек, халық қалмау керек. Түнеп қояды кісілер, жағада түнеп қояды. Енді өздерің ойлаңдар, түнеп қойған деген мәсінің ішінде жақсы ма сол? Енді осыған бір жағдай сіз жасақ болар еді, енді жоқ не, көпір саламыз деген нешіл болды не, әлі жоқ не. Жылда бір жайды, енді жоқ дегенде осы паром жүріп тұрса осы жақсы болар еді. Айтар еді, бірақ енді сол бізге аспай. Жасы 70-тен асқан қария Тұрсын Толыбаев Совет кезеңінде салынат делінген көпірдің тәуелсіздіктің 30 жылында да сөз күйінде қалғанына наразы жұрттың бірі. Бұқтырма су қоймасында көпір жоқтығы шалғайдағы ел тіршілігін тұралатып тұр. Ал енді үйден таңғы сағат 3-тен, 2-ден тұрып кетеді осы жаққа. Сол таңертеңгі бірінші паром болу көру үшін. Сол жақсы ма халыққа? Тынышы кетеді ғой елдің енді. Күршім ауданы тұрғындарына Семей не Өскеменге бару үшін күн жылыда Бұқтырмадан пароммен өту тез әрі жақын. Күн салқындағанда паром тоқтап жол ұзарады. Тұрғындар мұзбен жүруге тәуекел етеді немесе үлкен нарын Алтай арқылы айналма жолмен жүреді. Айырмасы 180 километр. Осы паромның кеселінен болады. Авария, оның кейін бірақ күзді күні міне мұзға табастаған кезде паром тоқтайды, оның кейін елдер мұзбен өтеді. Сол кезде мұзға түсіп кететіндер көп болады. Суға кететіндер. Қанша мәсін кетті, халық кетті. Енді соның бәрін ойласа, енді жоғар жақтар. Енді соны ойласа, енді халықтың қамын ойлауға болады ғой, қазір жағдайлар бар ғой бәрін. Енді басқа аяқтан қарап отырсаң, телевизиядан қарасың. Қандай ұзын мосттар салып не салып жатады. Енді үйден мына бір 4-5 шақырым мен соған салуға болмайды енді соны. Қысты күні қиын ғой мынау. Қыста жылына 2 сезон мұз қатар кезде, мұз кетер кезде сол 2 қиын жағдай сол. Айланбамен барамыз, ана через Алтай. Бұрынғы зырян ғой. Ол екесі қашықтығы ұзын. Мұнан 3 сағат мұнамен жүріне, ана жақпен 5 сағат жүріне разница бар ғой. Ал көпір болса енді күндіз түні жүре беруге болады ғой. Ал түнде жүрмейді. Мысалы үшін бір жағдайлар болады, бару керек. Сол кезде ертең күнді бірақ тосасың. Болмаса через Алтай айланып келесің болады. Сіздер көріп тұрған ертіс кемесі былтыр істен шығып 1 жылдай жөндеуде тұрған. Ал ол уақытта жұрт әріл-берлі екі жағалаудың арасына тек мына біз тұрған кемемен ғана қатынап тұрған. Ол кезде екі жағалауда да кезекте тұрған, кептелісте тұрған көліктің өте көп болғанын айтады жұрт. біздің міндетіміз жаңағы айтып өткендей, арғы жағадан бергі жағаға халықтарды автокөлікпен халықтарды аман-сау өткізу. Біздің жағында міндетіміз осы. Ескінің аты ескі ғой, кейбір сынып қалады.
түнімен қарайлап жұмысын істеп бәрін түнімен таң атқанша жағдайын жасап отырмыз. Биылша тоқтап көргеніміз жоқ, но расписаниеден кешіктік. Желдің кездерінде расписаниеден кешіктік, өйткені тоқтауға тура керек, жағалаудан қашу керек бізде. Жағалауға лақтырып тастайды толық. Қазір Бұқтырмада облыс әкімдігі иелігіндегі 60 жылдары жасалған екі ескі паром мен жеке меншік баржа жүріп тұр. Соның өзінде Күршім жағайлақта кезек күткен ел. Екі жағалаудың арасы 5 шақырымдай. Бір паромға шамамен 35 көлік сияды. Жүргізушілер жолақыны қозғалтқыштың көлеміне қарай төлейді. Мынау 1.6 1500 ба, 1200 ба? Мынау 2 болса уже 1500 алады. Сонда объем 2 болса. объем қалай Там сонда? чуть-чуть разница, а объем-то көлемі бірдей площадь. Мен көлемі бірдей міне, ұзындығы да жалпағы да бірдей. Бірақ моторы бөлек, бөлек ақша төлеймін. Автокөлікті тасымалдау құны 1300 теңгеден басталады. Жүк көліктеріне көлеміне қарай 38 000 теңгеге дейін алады. Жолаушының көбі әкімдік белгілеп берген тарифті қымбат дейді. Анау бұрылыстан бері қарай созылып тұрған көліктің барлығы қазір кеткен паромға сыймай қалды. Келесі кезекті күтіп тұр. Бірақ кейбір азаматтардың айтуынша орынға кезекке талас кезінде төбелес, қақтығыстар болып қалады деген азаматтардың алдында. Осындай кептеліс кезінде жүргізушілер паромды бірнеше сағаттап күтуге мәжбүр болады. 2 сағат немесе 3 сағат. Ал кезегі келгеннен кейін бір жағалаудан қарсы бетке өткенге дейінде кем дегенде жарты сағат уақыт кетеді. Былтыр ақша бөлінді, апрельде бастаймыз деді ғой көпірді. Ал енді сол ақша қайда кетті, мынау неге бастамай жатыр осы уақытқа дейін? Халық көріп тұрсыңдар ғой. 3 паромға сыймай жатырмыз. Барлығымыз өлім жітімге келіп жатырмыз. Қайту деген бір проблема, келу деген проблема. Ана жолы сағат таңғы 5-ке дейін тасыды мына бір паром. Анау қасқа құлын тұрған жерге дейін тұрды ғой кезек. Төбелес болды ғой, қырылыс. Жаңаның өзінде төбелес болды. Қанша мәшін келіп қыстырып жатыр. Мына жақтан келіп мен кірейінші, кіріп кетейінші дейді. Таңғы сағат 5-ке дейін неге тасыды? Түнде тоқтау керек емес пе? Тоқтау керек болған халық тұр ғой, анау жаққа төбелес болып жатты ғой. Қырылысып. Анау ана жерде қасқа құлынға дейін кем дегенде 7-8 километр сонша көшіріп тұрды ғой кезек. 7-8 километрге дейін. Кезек тұрды ғой, сол жерден тұрды ғой. Таң атқан таңғы сағат 5-ке де ең ақырлысын сағат 5-те алып өтті ғой мына паром. Пароммен Күршімнен бөлек Зайсан, Тарбағатай аудандарының тұрғындары да өтіп жатыр. Енді ана трасты жөндеп жатыр ғой, жол жоқ ол жақта, мүлде. Ылғи объездной, айланба жолдар. Осы Зайсаннан бастап ана Өскеменге шейін. 1 грамм жүре алмайсың, жолдан мүмкін емес жүруге. Енді еріксін осында жүресің міне. Енді 2 паром жүріп отыр, сағат 6-та жүріп деген паромың әлі келген жоқ міне. Мына жерге көпір салынғаны жақсы еді негізі. Бірақ алда болады деп бәрі айтады. Құдай біледі қай уақытта болатынын. Әлі проектісі де сызылған жоқ шығар. Оның проектісімен 1-2 жыл кетеді, салынуымен 1-2 жыл. Бір 4-5 жылда жол осы жерде көпір болады деп ойламаймын мен. Енді аяқ астына бір аспаннан қоя салмаса. Ана жол бітсе, мына жаққа көпір салуды совсем қалатын шығар деп ойлаймын. Зайсанның жолы бітсе, мына жақ тіпті ешкім көңіл бөлмейтін шығар. Бүгін жұрттың қанша пайыз Зайсан тұрады? Қазір почти Зайсан 100% осы жақтан жүреді. 100%. Даже Семей осымен айланып жүр. Семейге баратындар. Ана объездной жолдың Қалбатауға дейін бәрі объездной болған. Тұрғындар Бұқтырмаға көпір түседі деген жаңалықты естігелі 4-5 жыл өткен. Содан кейін бе көпір жайлы ақпарат шықса, үміт аралас күдікпен қарайды. Мен сенбеймін. Сен алмаймын өйткені. Мынаған көпір салу қайдан? Өскеменнің ішіндегі көпірді 5 жыл салған. Мына жердегі көпірдің өзі
2 талай салып. 10 жылда айландыратын жер жоқ дегенде. Басталмаған. Оның өзінде бұл жерде қарапсаңыз обещание берді айтып білмеймін, бірақ нетіп жатыр ғой енді. Бәрі айтады, салынғай жатыр екен, әне салынады, міне салынады. Әйтеуір жылда естіп қаласың әйтеуір. Бірақ обещание орындалып жатқан ештеңесін көрмейсің. Жоқ, анау арал емес, қамыс өскен жер ғой. Ол жер таяз болсын ба? Таяз емес ана жер. Жоқ дегенде 5-6 метр жер бар ғой. Жақсыбай Жақсыбеков көп жылдардан бері суға кеткен көлікті сүйреп алып шығып жүрген күршім тұрғыны. Оны жұрт қиындықта қалған сәтте үйінен іздеп табады. Күз басталған соң әңгіменің бәрі басталатын. Қатты толқындар болады, штормдар болатында, паромдар жүрілмейді. Қаншама мәшіндер тұрып қалатын жағада. Бала шаға бар деген сияқты, үлкен кісілер бар деген сияқты. Суд құлап жатады осында. Ол жұрт қыста Алтай арқылы жүретін айналма жолдан көрі, мұзбен өтіп кеткенде оңай көреді дейді. Мұзға атып бастайды, мәшіндер бірінен кейін бірі кете бастайды судың астына. Неше түрлі жағдай болады, көліктер қоя беріп өздері аман қалып, әйтпесе өздері де кетіп қалған жағдайлар көп болып жатыр бұндай. Енді жылында мен сіздерге айтайын, күзден көктемге дейін енді бір 5-10 көлік кетіп қалады бұл жерде. Осы арадан өтіп бара жатады да, ізден адасып, бір автокөлік басқа жақ бағытқа кетіп қап, содан балықшылардан жол сұрап қоя берген кезде жолменен кетіп бара жатады, көріп тұрады ғой енді ана алдындағы жолды. Содан турасынан шығып кетіп жатқан кезде көлік төрі суға батып кетеді. Ішінде чопырдан басқа 2 еркек адам, 1 әйел адам, 3 айлық баласы менен. Еркек адамдардың бәрі секіріп шығып кеткенде, әйел адам 3 айлық баласы менен сумен немен бірге кетіп қалады. Көлікпен бірге кетіп қалады. Содан бәрі жылап еңіреп жағада қалдық дейді, мұздың бетінде. Соны бүлкілдеп воздухтар шығып жатыр деп. Содан бір 2-3 минут уақыт өткен кейін воздух шыққаны воздухпен бірге көмбетіп жас бала шығады, оралған. Неге көрпесіне оралған, судың бетіне шыға келеді. Содан тартып әкенен алсақ, бала аман дейді. Тағы бір 3-4 минут уақыт өткесін, әйел адам өзі сүңгіп шығады. Сонда артынан сұрап жатырмыз, қалай болып деген жағдайды. Судың астына кіргенде, батып кеткенде, ақырын мәшін ішінде су тола бастады дейді. Сонда баланы көтеріп ұстап отырдым, су қылмай. Онан кейін ең әбден толып болған кезде есікті шынысын сындырып, баланы воздух бірге қоя бердім деп сөйтіп айтады. Әйел адам. Ең төбесінде қалған біразғандай воздухты өзі нетіп алады, легкийін толтырып алып, үстіндегі киімдерін лақтырып тастап, соны менен ауамен сүңгіп шыққан. Тереңдігі сонда 13-14 метр екен. Сол сияқты оқиғалар көп. Жақсыбай соңғы күндері жарты жыл бұрын суға кеткен жүк көлігін шығарудың қамымен жүр. Ферадің орта бетінде үлкен жүк көлігі арғы беттен бері қарата өтіп келе жатады. Өтіп келе жатқанда мұз бәрі жақсы болғанымен оның алдында одан да үлкен бір мәшін жарып кеткен көрінеді. Жүк көлігі бірақ судың астына кетіп қалады. Сол әлгі жерде жатыр міне осы тұста. Біріншіден мына паромды жалдап, бұның үстіне үлкен кран қоямыз деген ой болып тұр. Водолазниктар 300 мың тек қана іліп бергенге сұрап тұр. Краның бір бөлек сұрайды. Мұна паромымыз бір бөлек сұрайды. Сонымен миллионнан астам шығып кетеді. 1 миллион теңге миллионнан астам шығып қалып тұр қазір. Паром айлағында келімді-кетімді адам көп болған соң 4 асхана жұмыс істейді. Соның бірі Мәрия Айтқалиеванікі. Енді бұйырғаны болып жатады. Енді келіп кетіп бара жатқан, мысалы үшін паромға тура келіп үлгерген кісілер тамаққа тоқтамайды. Су алады, темекі алады, первый необходимыйлар болады ғой, өздерін алатын, сол сияқты нәрселерін ала береді.
Мәри апай көпір салынса, кәсібінің тоқтайтынын білет. Бірақ өзімнен көрі ескі паромға күні қарап тұрған елге жаным ашиды дейді. Бізге де түк емес ол, өтіп кеттік енді. Біраз ғана уақыт өмірімізде тағы да көретін шығармыз. Біздің өсіп келе жатқан жас балаларымыз мысалы, немерелеріміз келіп жатыр міне. Түнде келіп шоферлар міне КамАЗбен далада қонып жатады, өте алмай жатады. Олай білмеймін енді. Қандай бір жағдайларда елде басқа жерлерді көріп жатамыз. Солағы көпірлері жүріп жатады, салынып жатқандарын көріп. Бізге келгенде ол неге олай солай болмай тұрған білмейміз. Енді міне сіздер де келіп суретке түсіріп айтып жатырсыздар. Бұл осыдан кейін болмай қалады. Болды, осымен бітеді менің ойымша. Оларға арта жүріп кетуім, уже сенімнен қалдық деген әңгіме ғой ол. Сенім жоқ. Шіркін-ай, соны біреу бастап жатса ғой деп бәрі армандайды. Қырылып жойылып тұрын, өздеріңіз 3-4 сағат жүрсіздер, көріп жатсыздар. Немене жақсылық осы? Ана баста бір қаңтарылып тұр, мына баста бір қаңтарылып тұрған қанша халық. Каждый машинаның ішінде 4-5 кісіден отыр. Қанша адам кетіп батыр деп ойлайсыз. Мысалы үшін мына паром таңертеңгі сағат 5-тен бастап жүреді, кешкі сағат 10-ға дейін. Қытаймен шекаралас Күршім ауданында қазір 23 мыңнан астам халық тұрады. 7 жылда 5 мың адам көшіп кеткен. Ал 97 жылдан бері халықтың тең жартысы басқа жаққа қоныс аударған. Қай тұрғынмен кезіксеңіз де, шұрық тесік жол мен көпірді сөз етеді. Өте керек міне көпір өте керек. Бұл газеттерде міне газетте телевизорларда ойбай міне салғай жатыр. Қуанық боласың міне ой көрін болды өзі. Жергілікті жұрт ішінде тойға келген құдалардың, үйіне қайтқан жолаушының, тауар әкеле жатқан саудагердің жағада түнеп қалғаны жайлы әңгіме көп. Кейбірі похорон деген секілді, кейбірі той деген секілді. Соған асыққандар алдын ала 2-3 сағат бұрын кетеді. Өйткені паромнан қалсақ, не қатты жел болса паром жүрмей қалады. Осыдан жылдам өтіп алсақ деп жанын таласасың. Ал егер көпір салынса ғой, қай уақытта мысалы бір Өскеменнің тойына бір 2 сағат қалғанда зу өтету болады. Біз күні бір күн бұрын барып құрғалып қаламыз, паром жүрмей қалса тойдан құрғаламыз дейді. Немесе өлімнен топырақ салғанға содан құрғаламыз дейді. Осындай қиын не жағдай халық үшін. Енді ондайда зән айналып жүруге тура келмей ме? Айналғаның көп алыс, едәуір. Едәуір алыс, иә, мына через зірән. Қазір енді 6 ай ғой, через 6 ай. Иә, көп алыс. Оған мына таксистерді 2 есе қып баған алады. Мына қазір 3 мың болса, через зірән қанша где-то 6 мың алық қойды, иә? Иә, жолы да жаман, жарайды, жол жөнделсін. 2 есе алық қойды через 6 ай. Жұрт Күршімдегі қымбатшылықты да көпірдің жоқтығынан көреді. Судың ар жағындағы Көкпекті ауданында 152 теңге тұратын бензин мұнда 170 теңгеден сатылады. Наннан бастап көмірге дейін қымбат дейді тұрғындар. Қымбатшылығы емес дейсің, керек аласың. Керек болғасын жүру үшін аласың. Шөп тас берек, мал асыра берек. Мен қайда барасың? Жоқ нәрсе. Қымбат болса да аласың, емес дейсің. Су қоймасына көпір салынатыны Қазақстанның бұрынғы президенті Нұрсұлтан Назарбаевтың тұсында айтылған. Ұзындығы 1,3 километр, құны 30 миллиард 180 миллион теңге тұратын жобаға инвестор болады делінген. Шетелдік компаниялардың ешбірімен келісім шарт жасалмаған. Бұл жобаға инвестор боламыз деп келген көп компаниялар болған. Қытай компанияларының бірнеше компаниялар келді, Корей компаниялары келді. Бірақ та олар өздерінің инвестиция салған ақшаларын жылдам қайтарып аламыз деген ұсыныстары болды. Бізде облысымызда ол мысалы 30 миллиардты біз 3 жыл ішінде 10 миллиардтан жыл сайын қайтарып бере алмаймыз. Өйткені ондай мүмкіндік аз бізде. Сондықтан біз ұсыныс берген кезде 10-12 жылдан ары қарай жылына 3 миллиардтан облыстық бюджет көтере алады. Егер инвестор келіп өз ақшасын салатын болса,
жаңағыдай 10-12 жылдың ішінде біз қайтарып береміз деген ұсыныстар болған, бірнеше ұсыныс, бірақ та ондай келісім болған жоқ. Бір жыл бұрын қазіргі президент Қасым-Жомарт Тоқаев та көпір салуға қаржы бөлуді үкіметке тапсырған. Облыс әкімі Даниял Ахметов биыл сәуірде республикалық бюджеттен қаржы қарастыру ісі нақтыланады деген. Бірақ ақша әзірге жоқ. Құрылыс жасайтын компанияда анықталмады. Көпір құрылысына облыс бюджетінен бөлінген жарты миллиардпен дайындық биыл басталса да, аяқталатын уақытын айту қиын. Үкіметтен негізгі қаражаттың қашан бөлінетіні де жұмбақ. Күршімдіктер оған дейін жазда ескі паром, қыста қатерлі мұз үстімен жүре бермек.